Турсунбаевна. Міне, жаңа осыны менге жіберіңізші үйге. Мен көрсетейін. Сіз қай қаладансыз? Талдықорған. Сіз менің почтамды дұрыс жазбадыңыз ғой? Сол үшін удостоверениемді беріп отырмын. Талдықорған қаласы. Мынау не деп жазылған нелер мынандай? Нұрсұлтан қаласы. Әйтеуір мына қағаз бір жерде қалмайтын шығар? Жоқ, бізде карточка бар, сол карточкадан жазамыз. Аха. В общем, біздікі мен келіп отырған мынау Талдықорған қаласынан. Мына қаңтар оқиғасына жай. Сонда інім азап көрген. Виталий Калибаев Ерік Турсунбаевич 1987 жылғы 10 ай 07-сі. Қазіргі таңда 272-ші баптың 272-ші бап, екінші тармағы массовый беспорядок деп Талдықорған жаңағы несінде СИЗОда қыз айтамын анық адресін. Талдықорған СИЗОсы 155-те 16. 155-те 16-да қамауда отыр. Бірақ сол қамауларын өзі заңсыз отыр. Тергеудің өзі басталғаннан жай тергеушінің өзі өте агрессивті түрде жаңағы тергеу болған. Одан кейін азаптаулар көрген. Өте следователь агрессивті түрде тек қана бұларды тергеуге дейін ДВД-да, Талдықорған ДВД-сында қинаған ғой бұларды. Бүткіл видеолары бәрі қолымда бар. Сіз бұны істемеген істі мойнына алғызайын деген ғой. Жаңағы міне азаптаулары бәрі қолымда. Қашаннан бері сол жерде қалады? Тергеудің өзі қағазды дайындап әкеп, сұрақ жауапты алдына қойған, давай қолды қоя бер деген ғой болды. Ол қайда қол қойып жатыр, не істеп жатыр, оны даже білмейді. Сондықтан да сіздерге обращаться етіп отырмыз адам құқығын қорғау жөнінде. Қашаннан бері? 13-інде жаңағы зорлық-зомбылықты бір көреді, 13-ші жаңағы январь. Выдворение қашан болды? Қаулысы ма? Жоқ, қашан қамауға алынды? Қамауға 20-ші январьда алынды. Мера пресечения қазір под стражей, иә? Иә, под стражей СИЗОда жатыр. Так, сізде қағаз бар ма? Қандай жыл? Осында мен барлығын жұмсап қойыппын жаңа. Бар. Сіз маған былай дейсіз, мыналарды почтаға жібере аласыз ба? Сіз алып жібересіз. Мен оны ауылдан келгем, шын айтсаңыз түсінбеймін. Почтаңыз бар ма? Ол қалай? Оны қайдан етеді? Скачать етеді. Жоқ, иә, почта. Так, қазір. Сіз жаза беріңіз. Не жаза? Арыз? Иә. Мне шапочка.